Жауапты министрлік бекіткен қағида бойынша жолаушы билетте көрсетілген нөмірге сәйкес автобуста орын алады. Тасымалдау кезінде жолаушыларды автобустың отыратын орындар санынан асатын мөлшерде тасымалдауға жол берілмейді. Осы құжатты негізге алып, сіз билет талап етуге құқылысыз. Бұл бірінші, жеке басыңыздың қауіпсіздігі үшін қажет. Екіншіден, осы әрекетіңіз арқылы көлеңкелі бизнестің көрігін қыздыруға жол бермейсіз. Азаматтық белсенділік танытасыз деген сендеміз. Өркениеттік қоғам өзімізден басталады. Сондықтан атыраулық жұрттың ашуын түсіністікпен қабылдау керек шығар. Олар да өркениетті мекенде өмір сүруге құқылы. Құмырсқа, қоңыз, тарақанда толып кетіп жатыр. Өзекті өздеріңіз көріп тұрсыз, лас. Енді осы амал жоқ. 5 жылдан бері осыны ішіп отырып, балалармен, немен. Қара жерінің асты, қара алтынға толы өңірдің халқы лай су ішіп отыр. Қалаға қарайтын Сарыөзек елді мекенінің тұрғындары емен есіктің талайын қаққан, бірақ еш нәтиже жоқ. Атқамінерлер атқа қонбаған соң біздің тілшілер Білек Сыбанды, Гүлшат Арыстанбекқызының бейне материалы. Атырау қаласына қарасты Сарыөзек елді мекенде 1000-ға жуық түтін бар. Әуелде саяжай ретінде салыныпты. Кейін уақытша тұруға арналған үйлер тұрақты мекенге айнала бастаған. Сәйкесінше қалалық көрініс қалыптасқан. Бірақ инфрақұрылымда ешқандай өзгеріс жоқ. Баяғы қалпы, таза су тартылмаған. Халық налай суды ішуге мәжбүр. Водовоз әкеліп құят 7000 теңгеге. Ол жетпейді бір айға. Жетпейді. Біздер балалы шағамыз. Қазір балаларымыз өскемен жиен немере бар. Көп балалар бар. Осы өзектен алып ішіп отырған кісілер бар. Өзекті өздеріңіз көріп тұрсыз, лас. Артық қаржысы барлар қаладан тасып ішеді, ал Ержан сынды 6 баласын елден қалдырмайын деп ертеліге еңбек етіп жүргендерде артық ақша қайдан болсын. Суды таңдап ішу олар үшін арман. Сосын енді амал жоқ, осыны ішеміз, нетеміз, жүреміз. Даже 2 балам деген больница ажап шықты жаз айында. Біреуінің үстіне жара толып кетті, екіншісін асқазаны ауыр, отравить осы судан деп неткенде врачтар айтқанда. Зертханалық тексерусақ, мына судың ішуге жарамсыз екені көзге ұрып тұр. Мұны қайнатып тұтынғаннан да қайыр жоғау. Ел жиылып есіктерді қаққан, әкімшілікке де барған. Олар осы жылдың көктемінде су жүргіземіз деп уәде берген. Алайда айтылған сөз айтылған жерінде қалған сыңайлы. Біз келесі жылы март айында уже су тартып береміз деп айтты. Март күз болды. Шешімін таппаған шетін мәселе мұнымен бітпейді. Мұнай мен газ өндірісі бойынша көш басындағы өңір болғанымен Сарыөзек жұрты көгілдір отынның игілігін көре алмай отыр. Одан бөлек өзектің екі бетіндегі елдің қатынасы да қиын. Былтыр көпір салыныпты, бірақ ол жаяу жүргіншілерге ғана арналған. Автокөлік жүрмеген соң ауырған науқастарды арғы бетке жеткізу мұң. Машина жүретін мост алса, халыққа да жақсы, скорыйға да жақсы. Сосын бір көше асфальт болса. Бір көше хотя бы асфальт болса, басқа көшелерді сұрамаймыз. Бір центральный көше. Сол центральный көше менен балаларымызды тасыр едік, на мостыдан өтер едік. Елді мазалаған ең маңызды түйткілдерді жергілікті билікке жеткіздік. Біз айтпай-ақ біліп отырғандар анық. Дегенмен жұрт сұрауы жұмыс жасалса. Енді бұл жерде ауыз су мәселесі қазіргі уақытта магистралды су құбыры тартылды. Енді алдағы уақытта кварталішілік су құбырын тарту жұмыстары қазіргі таңда басталып кетті. Жалпы жоба бойынша бұл жұмыстар 2020 жылға дейін жалғасатын болады. Ал қалған мәселелер қашан шешіледі? Жауаптылар кезең-кезеңмен атқарылады деп отыр. Сарыөзек елді мекеннің сағызша созылған проблемаларына жақын уақытта нүкте қойылады деген сенімдеміз. Мұнайлы мекеннің мұңы біздің назарда. Бұл мәселені мемлекет басшысы үкіметке тапсырған. Таза ауыз су әрбір үйде, әрбір отбасында болуы міндет деген.